Мемлекеттік аппарат, мемлекеттік қызметкерлер ол елдің айнасы. Қарапайым халық соларға қарап бой түзейді. Олардың моральдық, этикалық, адами қасиеттері бәрінен жоғары тұруы тиіс. Бірақ соңғы кездері мысалға Маңғыстау облысының әкіміне қатысты дау шықты. Яғни өзінің көңілдесіне, енді қазақша айтқан кезде тоқал туып берген баланы сот арқылы мойындады. Сот сондай шешім шығарды. Бұл Қазақстанның тарихында бұрын соңды болмаған оқиға. Бір даудың басы сіздің мәжіліс депутатына қатысты, бір даудың да шеті қылтиып тұр. Жалпы осы тоқал алу, биліктегі тоқализация мәселесін қалай шешуге болады? Бұл мемлекеттік қызметкерлер, мен түсінемін, қазақтың жігіттерінің қалтасына артық ақша түссе тоқалға дейін ұстайды. Қазақ баласы қатын алады деген мақалды айтайын деп отырсыз ғой. Жеке ұстанымым, екі әйелге мен өз өзім қарсы адаммын. Жеке ұстанымым. Бірақ онда ол мен жеке ұстанымым ғой. Бірақ заңды құқықтық тұрғыдан келетін болсақ, заңда мынадай бір ұғым бар. Барлық заңгерлер оны біледі. Де юре, де факто деген. Де юре бізде екі әйел алуға тыйым салынған. Оны бәріміз білеміз. Ол заңда тұр, заңсыз деп саналады, тыйым бар. Жауапкершілік жоқ әрине, бірақ тыйым бар. Де факто енді біз чиновник емес, кез келген жағдай бар азаматтың екінші, үшінші, төртінші әйелдер бар екендігін білеміз. Дін жолында жүрген азаматтардың басым бөлігі осыны қолдайтындығын, жаңа пайғамбардың сүннеті ретінде қабылдайтындығын да білеміз. Хотя пайғамбардың жағдайында бір керемет еңбегіміз бар, біздің жігіттердің шығарған бір азаматтардың. Ол еріккеннен болған дүние емес еді негізінде. Жағдайдың жақсы болғандығына, ол керісінше сол жорық жағдайында, ылғи атыс шабыс жағдайында отбасын асырайтын ер азаматтарсыз қалған былайша айтқанда жесірлерді асырау үшін жасалған амал еді негізгі түп мағынасы. Мен бұны өте сенімді түрде айтып отырған себебім, мен бұған қатысты кәдімгідей дін саласындағы шынайы ғалымдармен көп сөйлесіп білгем. Біз ана дінді айтылады да, діннің бір тарихи сол кездегі факторлар ашылмай қала береді ғой. Не себепті осындай бір аят түсті, не себепті осындай бір болмаса жаңағыдай жағдайлар орын алды деген сұраққа жауап іздеген кезде. Қазіргінікі, көбінікі былайша айтқанда, енді белгілі бір сөзбен айтатын болса, құтырғандықтың белгісі. Байқайсыз ба, кілең жастарды алады. Ешкім жаңағыдай бір ағасынан қалған жеңгесін әменгерлікпен алып жатқан жоқ. Болмаса жаңағыдай бір жесір қалған әйелге, қазақтың бір әйелі ғой, бұл отбасы асыраусыз қалмасыншы деп бір жанашырлықпен алып жатқан жоқ. Жас қыздарды алады. Сол себепті де мен осы құбылыс ретінде бұған жаным мен тәніммен қарсымын. Бірақ мен қарсы болды екен деп, сіз қарсы болды екен деп, заңда тыйым бар екен деп тоқтап жатқан адам жоқ. Сондықтан бұны заңдастыру керек деп есептеймін өз басым. Сіз тоқалдықты заңдастыру қажет деп есептейсіз? Заңмен реттеу қажет. Қалай? Енді оны әуелі қоғамның талқысына салу керек. Ар жағында заңгерлер біздер оның жаңа механизмін, жүйесін шығарамыз ғой, келтіреміз ғой. Яғни сіздің айтпағыңыз, заң бойынша екінші әйел алуға рұқсат ету керек. Дұрыс түсіндім бе? Дұрыс түсіндіңіз. Я болмаса, енді қараңызшы, заңда құқықтық нигилизм деген нәрсе бар. Правовой нигилизм деген нәрсе, ол заңның қолжаулыққа айналуы дегенді білдіреді. Енді бізде заңда осы тыйымды ешбір адам Қазақстанда сақтап жатқан жоқ. Енді заңның осы тыйым нормасы қолжаулық болмаған несі қалды? Айтыңызшы маған. Сондықтан да бұны заңдастыру керек. Заңмен реттеу керек. Сонда ол жаңа керек десеңіз, мына бізде әйел құқығын қорғаушылар көп қой. Дәл осы мәселеге келген кезде олардың позициясы өзгеріп шыға келеді. Содан ақ мен білем, олардың артында тұрған топтардың шын мәнінде мынау кейбір батыстық бір құқық қорғау ұйымдарымен байланысын мен осыдан сезіп қоямын. Сол салада көп жүрдім ғой мен. Олардың айтып жатқан мәлімдемесін сезіп отырамын, жаңағы қай жақтан жел соғып тұрғанын.
Ал енді әйел құқығын шынайы қорғайтын болсақ, тоқалдың ешқандай құқықтық тұрғыда қорғалмаған. Иә. Не алимент ала алмайды баласына. Алимент ала алмайды. Дүние алып бер, баламды асырайтын жағдай жасап бер деп заң түрінде ол талап ете алмайды. Оның бәрін енді не болса болмасын деп қашанғы біз көзімізді жұмып отыруымыз керек осыған. Сондықтан да ең болмағанда осы себеппен де бұл заңдастыруды қажет етеді. Неше әйел алуға әңгіме тек қана рұқсат етумен ғана шешілмейді ғой бұл. Ол жерде сонымен қатар оның жаңағыдай құқықтық міндеттері де қатар жүреді ғой. Түсінесіз бе? Бұл жерде мен жаңағыдай тоқал алуды қолдаушылардың қатарына қоспауды сұраймын. Бірақ заңмен реттеу қажет деген мен заңгер ретінде пікірімді әдейі енгізіп отырмын бұл жерде. Түсінесіз бе? Ал неше әйел алуға дейін рұқсат ету керек? Әркім шамасына қарайтын шығар бірақ. Жоқ, оны дәл қазір айту қиындау. Өйткені бұл осы кезге дейін егер байқасаңыз енді тосындау мәлімдеме ғой енді. Депутаттың тарапынан, оның үстіне кәсіби заңгердің тарапынан айтылып жатқан солай ма? Бұл тақырып осы кезге дейін бәрі білетін тақырып, бірақ бәрі білсе де ресми түрде ешкім айтпайды. Айтылмайтын тақырып та, бір табу, бір сондай тұрған тақырып та. Бірақ қашанғы осы табуды сақтап отырамыз? Бұны енді реттеу керек қой. Мен реттеушілік тұрғыдан айтып отырмын бұны.